адамдар мистический цель қояды. Мен сіздерге қазір бір кейспен бөлісіп кетемін, содан кейін сіздерге түсінікті болады. Сіздердің өмірлеріңіздерде осындай болып жатқан шығар. Маған бір 6-шы ма 7-ші потокқа бір қыз келді. Жасы 26-да, өзі үштік. Сонда оның қойған мақсаты, қараңыздар, мистическая цель деген қандай да. Мен магистратураны бітірген, енді мен жаңа докторантураға түсем, тағы да басқаға түсем дейді. Мен айтам, жасың 26-та, 27-ге толасың. Енді сенің жеке жылың 6-шы жыл, саған тұрмыс құру керек. Сонда қараңыздар, артық салмақ, где-то 10 килограмм 26 жасар қызда артық салмақ. Фитнесқа 650 мың теңгеге ол билет сатып алады, абонемент. Сонда бетеді ғой, мен даже бір күн барған жоқпын дейді. Оған неге? Өйткені ол не үшін баратынын білмейді да. Коучингқа келеді, мен онымен мықтылап тұрып жұмыс жасаймын. Постепенно бір айдың ішінде где-то бар ғой, ол 7 килограмма 8 килограмм салмақ тастады. Мен до того өзім таң қалдым ғой. Сонда оның қабылдамауы, оказывается, оның алдында оның анасы ажырасқан болатын. Содан кейін отбасында дисгармония дейміз ғой, береке кеткен, и оның мына түп санасында қаптасып қалғанда, егер мен күйеуге тиетін болсам, мен тура сондай вдруг ажырасып кетем деген. Но на самом деле, қараңыздар, мистическая цель, ода оқимын, үштік қойын, оқи бергісі келеді да. Содан кейін тағы да ары қарай докторантура метіп, тағы да не істейсің деймін ғой. И сөйтіп, ол қыз екеміз біз четкий, конкретный 9 қабілетпен мақсат қойдық, то есть 9 компетенциямен. Ода я хочу деген, мынандай ғой, я деген ол бір, хочу деген ол 4, я хочу деген ол мистическая цель. То есть я хочу учиться деген ода мистическая цель болды. Екінші қараңыздар, қабілет деген ол не? Екінші ол адамның қарым-қатынасы. Именно сол қарым-қатынас ол қызда болған жоқ. Үшінші ода анализ болған жоқ. Бесінші ода коммуникация болған жоқ. Алтыншы ода махаббат болған жоқ. Жетінші ода энергия болған жоқ. И так далее, да. Осы мақсатта кез келген салада, денсаулығыңда, қарым-қатынасыңда, сенің отбасыңда, бизнесіңда, көшуде, үй салуда 9 қабілетпен, 9 компетенциямен қою керек мақсатты. Егерде сен осы 9 қабілетпен осы кез келген мақсатты қоятын болсаң, онда сенде жаңа провал деген дүние болмайды да. И сен сол мақсатыңа міндетті түрде жетесің. Енді жаңа қыздың нәтижесін айтайын ба сіздерге. Керемет өзінің ойындағыдай жігітті тауып, бүгінгі таңда ол өзі семья құрды. Ол қызға керек болды не? Отношения. Фитнесқа да барды, жүруді де бастады, салмақты да тастады, путешествияға да барды. Бір ауыз сөзбен айтқан кезде ол өзін тапты да. Өзін как қыз ретінде, әйел ретінде, как женщина ретінде өзін көрген кезде со стороны. Естественно, не болады? Басқа айналадағы жігіттер оған внимание обращать етеді да. Ол маған келді 10 килограмм артық салмақпен, мынандай джинсы, еще ол джинсыдың бәрі жаңағы жыртылған джинсы болмайды, оны, наверное, білетін шығарсыздар, потому что денсаулық кетеді, энергия кетеді барлығы, иә. И сөйтіп, незачем вроде бы, да, жаңағы арықтауға. Енді сен неприятный, былжырап, артық салмақ болып, іркір етіп жүретін болсаң, саған қандай жігіт қарайды? В реальности ғой олшы. И когда ол куколка болған кезде бітті, айтты ғой, Айсұлу ханым, менде очередь деді ғой, я даже не знаю, кого выбрать деп. И сөйтіп, наконец-то, әйтеуір өзінің жүрегінің қалауымен ол қыз өзінің бақытын тапты. Сондықтан да міндетті түрде комментарийға жазып кетіңдер. Құрметті қыз-келіншектер, а вдруг сіздердің үйлеріңізде дәп осындай қазір ситуация болып жатқан шығар, иә? Қызыңыз үйлене алмай жатқан шығар, не болмаса ұлыңыз тұрмыс құра алмай жатқан шығар, оның себебі неде? Мүмкін ол мақсатты дұрыс қоймаған шығар, мүмкін сіздің бизнесіңіз күйреп жатқан шығар, мүмкін сіздерде отбасыларыңызда әйтеуір бір береке жоқ па, гармония жоқ па, неге сен постоянно ұрса бересің, қырылса бересің? И кезіндегі үйленген жаңа мақсат қайқа қалды. Не болмаса сен үй соқтың, соғайын деп жатырсың, бірақ ол үйің никогда в жизни соғып бітірмейді, 10 жыл болды, әлі соғып бітірмейді. Потому что я хочу мистический цельмен сен оны басталдың. Но сен расчет жасаған жоқсың да, что саған ақша жетпейді, тағы да басқа денсаулық жетпейді, уақыт деген тез өтіп кетеді. Сондықтан егер сіздерде дәп осындай ситуация болса,
міндетті түрде комментарияға өздеріңіздің сол ситуацияларыңызды жазып кетіңіздер. Мен оны оқимын, менің көмекшілерім оқиды. И келесі видеода біз прямо соны мен бүйтіп ашып тұрып соны айтатын боламын. Егерде соны қалайтын болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, өзіңіздің мақсат қоя алмайтын достарыңызбен мына видеомен міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода мен сіздерді күтетін боламын.